Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңілдерің қандай бүгінгі сабаққа деген? Жақсы, керемет. Тамаша деген бар ма? Он 19 оқушы. Демек сабаққа деген көңіліміз керемет екен, онда осы керемет көңілмен бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын тексерейік. Үй тапсырмасымен барлығы бір текті тапсырмалар болғандықтан бір тектес тапсырмалар. Біз тек 5-шісі мен 6-шысын тексеріп көрейік. 5-ші сетте қаншасы жауап? 100-дегі барлықтарында ма? Орындалған болса, онда біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз мына бір тапсырмаларға кезек берейік. Тапсырмаларды мұқият оқыңдар. Берілген сандар бойынша заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы санын табыңдар. Таптық па? Аяжан айта ғой. Бұл жердегі заңдылық үшбұрыштың қабырғаларында орналасқан сандарды өзара қосып, оларды квадраттау. Мысалы, 3-ке 4-ті қоссаң 7, 7-ге 5-ті қоссақ 12. 12-нің квадраты 144 болады. Ал екіншісінде 2-ке 3-ті қоссаң 5, 5-ке 4-ті қоссаң 9, 9-ның квадраты 81. Осы заңдылықпен 3-ші есепті шығарсақ, 3-ке 1-ді қосамыз, оған 2-ні қоссақ 6 болады, себебі 36-ның квадраты, 6-36-ның квадраты. 6-ның квадраты 36. Яғдыр, сондықтан сұрақ белгісі қандайсам? 2 дегенсің. Келісеміз деп артығымыз? Келісеміз. Онда бірінші тапсырма. 2 деген жауап. Келесі, жалғастырамыз. Екінші заңдылығымыз. Тағы да сұрақ белгісінің орнында қандай сан болады? Біз жақшан сыртындағы сандарды бір-біріне қосып, көп қалатын болсақ, жақшан ішіндегі сан шығады. Мысалы, 1-ге 2-ні қоссақ 3-тің көбі 27. 2-ге 2-ні қоссақ 4, 4-тің көбі 64. Сол заңдылықпен 0-ге 2-ні қоссақ 2, 2-нің көбі 8. Келісеміз ба? Барлығымыз келісеміз. Онда екінші тапсырманың жауабы қандай екен? 8 деген жауап шығады екен. Келесі. Үшінші тапсырма. Мұқият оқыңдар, қараңдар, ойланыңдар. Соңында сұрақ белгісінің орнындағы сан қандай сан болады? Цифрлардың көбейтіндісі ол жауабына тең. Мысалы, 1-ді 7-ге көбейтсек 7, 2-ні 1-ге көбейтсе 2, 3-ті 0-ге көбейтсе 0, 4-ті 5-ге көбейтсе 20, 5-ті 3-ге көбейтсе 15. Ал соңғыда осы заңдылық бойынша 2-ні 1-ге көбейтіп, оны 7-ге көбейткен кезде 14 сан шығады. 14 сан шығады. Келісеміз ба? Келісеміз. Мұқият ойланыңдар. Тапқаншылар бірге жауап бересіне болады. Қалайсың ойнауы? Бұл тұрақты тізбек, себебі егер біз бұл сандарды әріппен алсақ, A1, A2, A3, A4. Бұл заңдылықта A3 тең A1 қосу A2. Яғни бізге A5-ті табу керек, сол үшін A5 тең A4 қосу A3. 13-ті 7-ге қосып 7 санын табамыз. Келесі сан 20 сан. Бесінші тапсырмада. Жоғарыдағыдай жауаптарды көріп отырмыз, барлығымыз дәптерге жазып отырмыз. Жоғарыдағы 4 тапсырманың жауаптарынан құралған тізбек қандай қасиетке ие болады? Бірдей санға артып отыруға қандай санға артып отыр? 6 санды артып отыр, 2-ге 6-ны қоссаң 8, 8-ге 6-ны қоссаң 4, 14-ге 6-ны қоссаң 20. Бұл арифметикалық прогрессия құрайды. Бүгінгі тақырыппен байланысы бар ма? Бүгінгі тақырыпты осы логикалық тапсырмаларымыз ашып берді біздің. Отыра ғой. Бірдей тұрақты сан артып отыр, демек ол бізде арифметикалық прогрессияның қасиеті. Ондай болса, дәптерді ашамыз, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Тақырыпты жаза қойыңдар тездетіп. Біз мақсат, бүгінгі мақсат. Яғни бүгін не істеуіміз мүмкін? Бүгінгі сабақта қандай мақсатта жұмыс жасауымыз мүмкін деп ойлайсыңдар? Бағанадан бері біз логикалық тапсырмаларды орындадық, оның жауаптарынан шыққан шешімді талдадық. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақта не істеуіміз мүмкін? Қандай мақсатпен жұмыс жасауымыз мүмкін? Қандай? N-шінің қосыларын яғни арифметикалық прогрессияның алғашқы N мүшесінің қосылысынан есептер шығаруымыз мүмкін. Тағы да Және сол қасиеттерін пайдалануымыз мүмкін. Тағы да бұл жерде енші мүше формуласын қолдануымыз мүмкін ба? Қолдануымыз мүмкін. Осы мақсаттарда біз жұмыс жасаймыз. Ондай болса біз келесі тапсырмаға өтейік.
келесі тапсырма жұптық жұмыс. Егер тақтада көрінбей жатса, алдарыңа да таратамын. Есеп шартын мұқият оқыңдар. Берілген сандар арасынан дейді, арифметикалық прогрессия құрайтын сандар арқылы жол тауып, берілген санға жету керек. Бірақ берілген санға жай ғана жетіп қоймайсыңдар. Ол белгілі бір заңдылық негізінде уақыт 3 минут уақыт. Бір санынан 81 санына дейін жетуіміз керек аттың жүрісі бойынша. Және де сол қадамдағы сандардың барлығы қандай заңдылыққа бағыну керек? Арифметикалық прогрессия заңдылығы бойынша жүру керек. Таптық па заңды? Енді үшінші қадамды орындайсыңдар. Не деп тұр? Айырмасын табыңдар деп тұр. Табыңдар. Бұлай алып тастасын болады. 1-ден 21-ге, 21-ден 41-ге, 41-ден 61. 61-ден 81-ге бардың. Бұл жерде сандар тізбегі қандай заңдылыққа ие болып тұр? Арифметикалық прогрессия құрап тұр. Енді мына тақтаға жаза қой. Neyini пайдаландық? Қасиетін пайдаландық па? Қасиетін пайдаландық. Нені анықтап алдық? Нені анықтап алдық? Тізбекті анықтап алдық. Ары қарай не істедік? Айырды қарай таптық. А2-ден А1, яғни қатар тұрған екі мүшенің бастапқысынан соңғысынан бастапқысын айттық, азайттық. Ары қарай нені сұрап еді? Тізбек формуласын қалай таптық? Еншімші формуласын айттық, қолдандық. Дұрыс па? Онда келесі тапсырма өтейік. Енді топтық жұмыс. Топқа бөлінеміз оқушылар. Топқа. Екінші тапсырмада. Бірінші мысал есеп құрастырасыңдар. Тек қана тізбек құрастырасың. Тізбек құрастырыңдар. Бұл басқа ештеңе істемеңдер, тізбек құрастырыңдар. Ауыстырамыз енді. Сағат тізіне қарсы бағытта. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа, үшінші топ, қайтадан бірінші топқа. Енді мұқият оқыңдар. Топта есептерін ауысып талдайсыңдар. Енді не құрастырасыңдар? Сұрақ құрастырасыңдар. Сол тапсырмаға. Кемінде екі сұрақ құрастырыңдар. Кем дегенде екі сұрақ. Енді тағы да сағат тізіне қарсы бағытта айналдырамыз. Сендер ары үшінші топқа бересіңдер, бірінші топ қайтадан үшінші топ, бірінші топқа береді. Енді келесі үшінші қадамда сол жағы құрастырған тапсырманы орындайсыңдар. Тапсырманы орындайсыңдар.
қайтадан сағатына қарсы бағытта алмастырамыз. Айнамалы бекет әдісі бойынша. Бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа, бірінші топтың тапсырмасы қайтадан. Бастапқы сұрақтардың өздеріне айналып келді ма? Бастапқы құрастырған сұрақтардың өздеріне айналып келді ма? Енді әр топтан 2 оқушы шығып тақтаға жазамыз. Әр топтан 2 оқушы. Берілгеннен бастап есептің толық шығаруына дейін. Тақтаға келіңдер, тақтаға. Өзгертпейсіңдер. Дұрыс болса да, қате болса да шығарған топтың есебін өзгертпеңдер. Тақтада талдаймыз. Біреуің бар көмектесіңдер. 2 оқушы біреу. Бірінші топқа, екінші топқа, үшінші топ кері байланысып береді. Бірінші, тек қана есептің берілгенін талдаймыз. Түсінікті ма? Берілгені, бірінші топтың берілгені 1, 7, ара көп нүкте. Екінші топ кері байланысып берекші. Өзімше дұрыс. Дұрыс па? Заңдылық дұрыс берілді. Берілгені ғана тек қана. Ал екінші топтың берілгенін қарай. Екінші топқа, үшінші топ кері байланысып береді. 1, 10, ара көп нүкте. Дұрыс па берілгені? Дұрыс. Тізбектің неше мүшесі берілу керек еді, заңдылық анықталу үшін? Кемінде 2 мүшесі беріліп тұру керек. Кемінде 2-ден 1 мүшесі берілсе анықтай аламыз ба? Анықтай алмаймыз. Келесі, үшінші топқа бірінші топ кері байланысып береді. Қандай тізбек беріліп тұр? Шектеулі ма, шектеусіз ба? Шектеусіз болғандықтан көп нүкте қойды, солай ма? Мына жерде нүктелі тұр қою керек пе, жоқ өтір қою керек пе еді? Нүктелі тұр қойып ажыратқан дұрыс еді негізі. Сондықтан әрбір нүктелі тұр нелердің бәріне назар аударыңдар. Негізінен үш топтың берілгені 1-де екен. 1-де 7, 1-де 10, 1-де 11. Барлығы 1-ден басталып тұр. Заңдылық 1-де. Қателік жоқ, бірақ нүктелі тұр, кішігірім қателіктер бар. Солай ма? Енді екінші қадамда топтар өзара келесі топ айналмалы бекет әдісі бойынша тапсырма құрастырған болатын. Бірінші топтың берілген тізбегін екінші топ тапсырма құрастырды. Солай емес пе? Оған үшінші топ баға бересіңдер, үшінші топ. Есепте нені сұрады? Сендер жауап беріңдер. Қандай сұрақ қойды? Біз қандай сұрақ қойыпты? Соны таңдаңдар. 100-ші мүшені. 100-ші мүшесін және? Екі сол 100-ші мүшенің қосын. Алғашқы 100 мүшесін. Алғашқы 100 мүшенің қосын. Қосын. Сұрақ дұрыс па? Дұрыс. Яғни 100-ші мүшесі және алғашқы 100 мүшесінің қосын сұрады. Ол екінші топтың құрастырған сұрағы. Енді сендерді құрастырған сұрақтарың мынау ма? Құрастырған сұрақтарың тапсырма емес, басында тізбек емес. Сендер жауап беріңдер. Сұрағы дұрыс па? Сұрақ дұрыс қойылған ба? Дұрыс қойылған. Нені сұраған? Нені сұрап тұр? 7-ші мүшесі мен 4-ші мүшесінің қосын сұрап тұр. Тағы нені сұрап тұр? Алғашқы 9 мүшенің қосындысын. Алғашқы 9 мүшесінің қосындысын сұрап тұр. Сұрақта қателік бар ма? Қателік жоқ сұрақта. Келесі, соңғы 3-ші топқа кім сұрақ құрастырды? Сендер ме? Онда сендер кері байланысып беріңдер. Нені сұрады? 25 саны осы тізбектің мүшесі бола аламын. Сұрақ дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Келесі екінші сұрақ қандай? Алғашқы 8 мүшесі. Алғашқы 8 мүшесінің қосындысын сұрады. Сонымен барлық қойылған сұрақтар дұрыс па? Дұрыс екен. Енді соңғы қадамымыз бізде не істедік осыларда? Осы берілген құрастырған сұрақтарға не істедік? Жауап бердік, солай ма? Оны да айналмалы бекет әдісі бойынша әр топтың құрастырған сұрағын келесі топ жауап беріп отырды. Енді бірінші топтан бастайық. Мына есепті кім шығарды? Шығарған оқушылар кім? Үшінші топ қой. Сендер шығардыңдар ма? Сендерге онда бірінші топ кері байланысып беріңдер. Сұраған сұрақ бойынша жауап бергенде дұрыс па? Әлде қателіктер бар ма? Ұсыныстарың бар ма? Жазылуында, көбейтілуінде деген сияқты. Қосу көбейту ережелерінде заңдылықтарында қателіктер бар ма? Жазылуында. Қалған топтардан мұқият қарап отырыңдар. Нені сұрап еді? 100-ші мүшемен алғашқы 100-шісінің қосын сұрады. Дұрыс тапты ма? Үш қалған ғой. Егер көшірге қайтадан жазған кезде мына жазылмай қалған. Негізі ескергенсіздер, солай ма? Ары қарай қадамдар дұрыс па келесі қадамдары? Дұрыс болады, иә? Мына жерде екі орында болған толық ашық жазылыпты, бірақ жауап дұрыс па? Бірінші мүше айырым мына жерде. Қаншаға тең болды? Көрейік. Есептері дұрыс деген алғашқы 9 мүшесі. Да тең болады. Ал сендерде 45 деген жауап шықты.
Мына жерде жаңағы қалдырдыңдар, сол қалып ана жерде қалып кеткен, сол есеп қалай шыққан? Дұрыс шыққан ба? Дұрыс шықпаған есептер. Яғни мына жерде толық жазып берген жаңағы мына жерде сол қалып кеткен. Келесіні ескереміз деп ойлаймыз. Келесі үшінші топ. Кім шығарды бұл есепті? Сендер жауап беріңдер. Дұрыс па барлығы? 25 болды, 10, 9 болды, 9'ları түссек, 34 долға бөлсек, 3-4. 3-4 шықса тізбек мүшесі бола алатын бер. Неге бола алмайды? Бұл сан бола алмайды, себебі бұл үшін ол натурал сан болу керек, бұл бөлшек сан. Сондықтан бұл бола алмайды. Не бола алмайды? 25 саны бұл тізбектің мүшесі бола алмайды. Бола алмайды, отыра алады. Ал екінші қадамда тексеріп көріңдер. Екіншісінде қандай сұрақ қойылды? Алғашқы 8 мүшесінің қосындысы. Тапқаны дұрыс па? Мұнда 2 деп қойды, бірақ жауап. Негізі 2 болмау керек еді ма? Қанша болу керек еді? 4 болу керек еді дейді. Келісеміз ба? Негізі шығарғаны дұрыс. Бірақ егер 2 болған күнде қандай жауап шығады онда? 144 шығып қалатын еді. Негіз жауабын жер 4 деп ойлаған оқушылар, бірақ 4 емес 2 деп жазып қойған, солай ма? 4 болады. Көмейткенде мән дұрыс па? Дұрыс, отыра қойды. Сонымен барлық тапсырмалар талданды, талқыланды оқушылар. Қателіктеріміз сізге кері байланыстар берілді. Енді келесі жеке жұмыс білесіңдер. Алдымызда ғана неғылған істер қазір көтереміз. Түсінді ма? Жауап қай жауап дұрыс болса соны жоғары көтеретін боламыз.